Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Әлеуметтік желілерден хабарсыз болғаннан кейін көп нәрседен кенжелеп қалады екенбіз, бірақ сонда да енді әлеуметтік желіде отыруға да уақыт жоқ. Әйтсе де соңғы кездерде мынау Исрафил Бегей деген молдекең бар, інім десе де болады. Сол кісіге азаматтық беру мәселесі қиын туып жатыр деп естідім. Өзімен де хабарласып көрдім. Негізі бұл кісі діни маман адам. Оқығандығы көрініп тұр. Кітаптың адамы, сол Жаңаөзенге барып, сол жердегі сәләфизм, уахабизм бағытында жүрген көп азаматтарды тоқтау айтқан, соларға Ханафи мазхабындағы кітаптардан ашып көріп, әйтеуір түсіне алатын азаматтардың бірі Қазақстандағы. Енді мүмкін бір қандай да бір қатты айтқан жерлері бар шығар. Мүмкін сол кейбір Ханафи мазхабының мәселелерін сол күйінде жеткізем деп кітаптың сөзін айтқан кездері бар шығар. Бұл кісінің енді ол біріншіден жастығы, екіншіден біздің қазақтың даласын көп араламай, іштегі Қазақстандағы саясатты әлі бұлай хабарсыз болғаннан кейін болады ғой ол қателіктер. Енді бір кішкентай қателігі бар екен деп, жаңағыдай ол теріс бағыттағы уағызшы, оған азаматтық бермейміз деген бұл ол кісіге деген қиянат шығар. Біріншіден қазақ өзінің еліне келіп бауырына басады ма деп, жерім деп ағайын туыстардың арасына келіп, әйтеуір қолынан келген осы дін саласы болса, сол дін саласындағы кенжелеп жатқан мәселелерді көтеріп, халыққа әйтеуір барынша жеткізіп жатқан азамат. Сондай бір қиыншылық болып жатыр екен. Негізі бұл кісіге дұғада болайық, ағайын. Көп адамдар мүмкін ол кісіні жамандар әйтсе де, бұл біріншіден батыс өлкесі ғой, ол кісілер енді сөйтіп қатты сөйлейді. Екіншіден сол жерге қатты сөйлемесе де болмайтын шығар өзі. Ондай енді өзі батыста әсіресе бәрімізге белгілі ғой, сол уахабизмнің қатты дамып ұшып тұрған дәл шағында болды. Қазір әйтеуір Құдайға шүкір ол жерге жамағат жиналып, елге әйтеуір шамасы жеткенше қызмет қылып жатыр. Қателіксіз адам болмайды. Қателігін айту керек, түсіндіру керек. Мына жерде бұлай айт, мына жерде бұлай айтпа, мынауың дұрыс емес деп. Ол кісі енді біздің Қазақстан саясатын түсінбейді. Екіншіден жас, албырт, бұлай айтқанда батыстың азаматы болғаннан кейін жанып тұрады бір сөздерден, бірден қатты айтар. Кейбір өлкелерге ол жағар, кейбіреулерге жақпас. Сондықтан бір қорыта айтатыным, осы азаматтарға, мұсылман бауырлар, осы Исрафил Бегей деген бауырымызға дұғада болсақ, кімнің қандай қолынан не келеді, бір шамада бір қолын созса екен, ең қолынан келмейді деген адам әйтеуір сол екі қолын жайып, я Раббым Алла деп бір дұғасын аямаса екен деген ниеттемін.